Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге әдеттегідей жастар бағдарламасы және оның кезекті жүргізушісімен Османқұл Пакизат. Бүгін бізде қонақта керемет болашақ актер келіп қалыпты. Есімің кім? Бекарыс, жасың нешеде? Жасым 10-да. Ташкенттен келгем. Сояқта туылған. Туған жерің Ташкентте жасылған. Дарын, жасың нешеде? 12-де. Қай жақтан келдің? Осы Шымкентте. Сеп Жанел. Жанел, жасың нешеде? 14-те. Осы Шымкентте тұрам. Елдос. Елдос, жасың қаншада? 14-те. Көңіл күй қалай? Өте керемет. Менің есімім Зияна болады. Мен жасым 15-те. Шымкент қаласының 65-ші мектепте оқимын. Менің есімім Аймерек. Жасым 8-де. Ахмет Байтұрсыновта оқимын. Нұрислам. Арман. Жастарың нешеде? 8. 11-де. Керемет. Қай жақтан келдіңдер? Шаян. Менікі Белот. Арманың қандай? Болашақта кім болғың келеді? Болашақта мен дамбрист болғым келеді. Артист. Ал өнер адамы болудағы басты мақсатың қандай? Басты мақсатым сол домбырада жақсы ойнау, сабақты жақсы оқу, маман тыңдау. Ал актер болғың келе ма? Иә. Осы Мейрам киностудиясында актер болғым келеді. Тамаша. Ал актер болудағы басты мақсатың қандай? Ұшақта жақсы түсіріп, Киноға түсіп, иә? киноға түсіп және режиссер болғым келеді. Актриса болғым келеді. Әнші. Жалпы өнер адамы болғың келеді, иә? Актриса, әнші болудағы басты мақсатың қандай? Просто қызық, ұнады. Бұл академияға мен өз талантымды, өз өнерімді көрсетіп, бір өзім арманыма жетуге. Тамаша, қайдан көріп келдің? Бұны Инстаграмнан кастингтен. Инстаграмнан көріп келдің ба? Тамаша. Актерство өте қызық мен үшін, және де мен актердің сабағын жартылай оқығанмын. Жартылай Иә, оқыдың? Дольче Вита. Дольче Вита. Жақсы сабақ алдың ба? Иә. Не үйреттің? Негізі көп 12 бөлімге бөлінеді. Бірінші актерство, одан кейін күлу, жылау, одан кейін бірақ көбінесе олар модельді үйретті. Фотомодель, иә. Отырып та түсе беретін шығарсың? Иә, отырып та арнайы бір ракурсты өзіңізге ыңғайын алып аласыздар, және де түрлі фотолар, мысалға камера қарамай, камера қарасау кезде өзіңе сенімді болып, осанканы дұрыстау керек. Бір үлкен ауқымда бизнес ашу. Тамаша. Аймерек, сенің ше? Менікі биші болу. Биші болу. Ал актриса болудан келе ма? Иә. Жалпы қызығасыңдар ма осы салаға? Иә. Ал актриса болудағы басты мақсаттарың қандай? Жанымызға жақын. Жақын, иә. Аймерек, сен ше? Қалай ойлайсың? Мысалы, видеоға түсіп жүрсек, бәрі көреді. Танымал болғың келеді, иә? Болашақта мен актер. Мен актер. Актер болғың келеді. Ал неліктен актер болғың келеді? Жалпы осы саланы таңдағандағы мақсаттарың қандай? Мен киноға түсіп, осы болашақтағы еліміздегі адамдарды қызықтырып, оқиғатқа айналдырғым келеді. Тамаша. Сен ше? Мен осы бағдарламада киноға түскім келеді. Сен Нұрисламен, Иә. Актриса болу үшін және киноға түсу үшін телевизорге адамдарға көп көріну үшін. Тамаша. Актриса болу үшін телевизорге киноға түсу үшін. Не үшін актриса болғың келеді? Ол кезде бүкіл адамға танымал бола аласың. Тамаша. Киноға түсіп, жұлдыз болу. Ал кино көп көресің ба? Ну да, көп көрем. Сол көрген кинолардың ішінде ең үздігі қайсы деп айта аласың? Саған ұнайтын кино қайсы жалпы? Звездные войны деген. Звездные войны. Ал актер немесе актрисаң бар ма жалпы өзің ұнататын? Бар. Есімі кім? Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас актер ма? Сол, короче, маған ұнайды ғой. Бірақ түскен кинолары бар, иә? Жақсы, тамаша. Ал Бекарыс, елестетші, өзің болашақта киноға түсіп жатсаң, өзіңді қандай образда елестетесің? Дамбрист болып па? Ну да. Жақсы. Басқа роль, қандай роль жалпы жаныңа жақын? Жақсы адам. Осы Мейрам киностудиясы. Ал шетелді немесе басқа кинолар ұнамай ма саған? Тамаша. Тек қана Мейрам киностудиясының киноларын ұнатады екен Дарын. Ал сүйікті актер немесе актрисаң бар ма? Маған осы веб-скулда сол бір-екі бала ұнайды, бірақ ат есіне шықты.
шашы сары және Нұрқанат, иә? Иә. Болашақта киноға түсіп жатсаң, өзіңді қандай образда көргің келеді? Мен ойымша бір кинода ақылды, оқымысты баланың рөлін сомдаған келетін сияқты. иә қандай рөл түседі соны түсеміз. Негізі осы бағдарламаның Мейрам кино студиясының райондағы махаббат деген киносы қатты ұнады. Ал сол райондағы махаббат киносындағы бір өзіңе ұнаған актер немесе актрисаң бар ма? Мұхтархан. Өзіңді қандай образда елестетесің? Мысалға саған қарап тұрып, қазір сырт келбетіңе қарап тұрып, мен саған сыпайы, сондай мейірімді қыздар бар ғой, әдемі сондай бір рөл беретін едім саған. Мен де сондай рөлді ойнағым келеді. Табиғатыңа сол рөл жақын, иә? Иә. Бизнес по казахски Корея, Турция, жау жүрек мың бала көп көреді. Сол көріп жүрген кинолардың ішіндегі саған ұнаған ең үздік кино бар ма? Иә. Қайсысы? Бизнес по казахски. Не үшін? Өз талантын мысалы комедия жағынан. Сол комедия өте позитивте көтереді, көңіл күйді көтереді. Барлық нәрсе мысалы қанша жынданып тұрсаң да барлығын позитивпен, көңіл күймен шығарып салу керек та проблемаларды. Сүйікті актерің кім? Тәуекел Муслим ұнайды. Қандай образды ойнап көргің келеді? Сомдап көргің келеді? Қандай образ шығарып көргің келеді? Серьезный және махаббат туралы. Мен қазірге ұнататын кином жоқ деп ойлаймын. Барлығын бірдей көресің, иә? Иә. Аймерек сен ше? Мен де сондай. Мынау сүйікті актер немесе актрисаларың бар ма? Жоқ. Шетелдік кино көресіңдер ме жалпы? Иә. Ол жақтан бір мынау күшті ойнайды, бір рөлін алып шыға алады деген сияқты бір актер актрисаларың жоқ па? Жарайды. Біз өзіміз актрисамыз, өзімізге ұнаймыз. Ешкімге еліктемейміз. Тамаша. Қандай образда елестетесіңдер? Кім болғыларың келеді жалпы сол кинода? Кім болып ойнағыларың келеді? Бұл жайында ойланып көреміз. Қандай рөл берсе де алып шыға аламыз деп ойлаймын. Аймерек сенші? Биші. Көп көретін киноларым мені көп емес. Драма көремін. Карштек. Қай кино сен үшін үздік кино болды және саған қатты ұнады? Арасында көріп тұратын жезуға сол. Ал саған? Көктеңіз туралы аңыз. Тамаша. Ал сүйікті актер, актрисаң бар ма? Синьян. Синьян? Тамаша еле? Иә. Сериал көретіндер бар екен жан жағымызда. Саған қай актриса не болмаса актер ұнайды? Неслихан. Болашақта киноға түсіп жатсаңдар, қандай образды ойнап көргілерің келеді? Мен Кез келген образды ойнай бересің ба? Ал сен қандай образды ойнап көргің келеді? Қандай рөлде? Менде кез келген. Менікі Жаздуға. Жездуға, иә? Ал саған ше Нұрислам? Мен Мейрам кино студиясында көремін. Кейде Жездуға көремін. Ал сүйікті актер немесе актрисаларың бар ма? Иә. Олар кім? Менікі киноға түсіп жүрген Мансар деген баланы. Мансар. Нұрислам саған ше? Мен Мейрам кино студиясындағы Заңғар деген бала ұнайды. Заңғар. Олар адамды күлдіреді. Көңіл күйлеріңді көтереді. Иә. Тамаша. Ал өздерің жігіттер елестетіңдерші, болашақта бір үлкен киноға түсем деп жатсыңдар. Иә. Сол кинода өздеріңді қалай елестетесіңдер? Осы Жаздуғадағы бала болып ойнағым келеді. Мансар болып ойнаған келе ма? Иә. Еріне мұрт қойып ал? Жақсы. Ал Нұрислам сен ше? Мен Алдар көсе. Алдар көсе. Тамаша, керемет. Алдар көсе жалпы киносын көргенсің ба? Иә. Қазір мен саған бірнеше суреттер көрсетемін. Ол жай суреттер емес, түрлі эмоциялар бейнеленген суреттер. Сенің міндетің сол эмоцияларды дәлме-дәл суреттегідей етіп қайталап беру. Не істеп тұр бұл? Ол бақырып тұр, жынданып. Қатты ашуланып тұр, иә? Иә. Бұл бүйтіп. Бұл эмоцияда ойланып, қуанып тұр. Қалай оған тұр көрсетпеші осы. Жақсы. Ал мына деп эмоцияда? Берді бақырып отыр. Көрсетпеңіз. Мына қызға не болып қалған? Жылап тұр. Берді таңғап тұр. Қуанып тұрған. Қайталап бер. Тамаша. Ал келесі суретте Жынданғаны. ашуланып тұр, иә? Көрсет.
Ал мына суретте? Үйіне жалғыз өзін тастап кеткен кез ренжіптір. Көрсетші осыны. Тамаша. Ал мына суретте не істеп тұр? Қорқып. Көрсете отырсың. Тамаша. Ал мына суретте не істеп тұр? Жынданып. Тамаша. Ал мына суретте не істеп тұр? Қуанып, сабақтан бес алғандай қуанып тұр. Жақсы, осын көрсеттер. Ал мына суретте? Таң қалу. Қалай таң қалып тұр? Қалай өзі. Жақсы, керемет. Не істеп тұр бұл? Қорқу, Ал мына суретте не істеп тұр? стресс, ашулану, Аға, осыны қайталап берші. Ал мына суретте не істеп тұр? көңіл-күйі тамаша, бәрі ойдағыдай. Таң қалу, Көрсетіп бер. Ал мына суреттеш? қуанышты, өте қатты. Өте қуаныштымын. Жақсы. Ал мына эмоцияда не істеп тұр? Не істеп тұр бұл? Айқайлап, Қатты айғырап тұр, е? не, Осыны көрсетіп бер. Ал мына суретте? ренжу, Бұл не істеп тұр? Бұл таң қалып тұр. Қалай? Тамаша, келесі. Бұл йогамен демалып жатыр. Йога сияқты. Сабыр сақтап тұрған Иә. адамның эмоциясы сияқты қайталап көрсетейік. Бұл ашу ызамен жынданып тұр. Қайталап көрсетейікші. Дәл фотодағыдай. Тамаша. Бұл да андай таң қалып тұр, андай типа. Алып тұр ма? Әлде шошып тұрған сияқты? Иә, шошып тұр, иә. Қайталап көрсетейік. Шамалақ болды. Ал, көрсетейік. Келесі? Айқайлап отыр. Қалай айқайлап отыр? Бұл да жынданып тұр. Қайталап көрсетейік. Дауыспен ба, дауыссыз ба? Дауыссыз? Фото ғой бұл? Модель емессің ба? Бәрі келді, тамаша. Және соңғысы. Қуанып тұр. Қалай? Бұл не істеп тұр? сабыр. Өзін сабырға шақырып тұрып тұр, е? Иә, Осыны қайталап берші. Не істеп тұр? Таң қалып тұр. Қалай таң қалып тұр? Шоковый состояние. Көрсетіңдер осы. Қалай тұр? Қуаныш. Қуанып тұр, е? Қалай? Иә. Ал мына суретте не істеп тұр? Айқайлап. Ашу. Ашуланып тұр, е? Қалай ашуланып тұр? А, Ал мына суретте не істеп тұр? Жылайын деп тұр. Ренжіп тұр, е? Иә. Осыны көрсетіңдер. Қатты ашуланып тұр. Немерек көрсетші осыны. Мысалы қорқып тұр. Көрсетіңдер. Вай. Яна көрсет. Не істеп тұр? Ойланып тұр, ауыз ашып. Таң қалып тұр. Таң қалып тұр, е? Нұрислам, сенікі ұқсамай қалды? Қуанып тұр. Қалай қалып тұр? Көрсетпендеші осыны. Тамаша, керемет. Келесі суретте не істеп тұр? Жынданып тұр. Жыны шығып тұр. Не істеп тұр? Не істеп тұр? Жынданып тұр. Мына қыз не істеп тұр? Бұртиып тұр. Жақсы. Ал
мына суреттенісіп тұр. Бұяқта қатты жынданып тұр. Қатты жынданып тұр, Иә. Қорқып тұр, Бұл сөртті ойланып тұр. Нұрислам, сен қалай ойлайсың? Тын салып тұрау. Қалай тұр? Тыным салып тұр. Бірдей көрсетеміз. Тамаша. Қандай эмоция? Қорқып тұрған. Қандай эмоция? Таң қалып тұрған сияқты. Жоқ, қорқып тұр. Шошып тұрған сияқты, Көрсетейікші енді. Тура қайталап көрсетейікші. Тамаша, келесі. Бұл не істеп тұр? Ұнай ренжіп тұрған. Ренжіп, ашуланып тұрған сияқты. Қайталап көрсетеміз. Деп тұр ма, бірдеңе тұр ма? Тамаша, келесі. Бұл не істеп тұр? Ашуланып тұр. Айғайлап. Айғайлап тұр ма? Қайталап көрсетейікші. Қайталасын ма? Тура фотодағыдай. Қайталап көрсетейік. Деп тұр ма? Тамаша, келесі. Қуанып бір Қуанып тұр ма? Иә. Қайталап көрсетейік. Деп қуанып тұрмыз. Тамаша, келесі. Бұл не істеп? Ойланып тұр. Ойланып тұр. таңғалып тұрған. Қайталап көрсетейікші, тура фотодағыдай. Деп ойланып тұр. Келесі. Болады деп тұрған. Болады. Жақсы деген сияқты ма? Келесі эмоция. Көрсетейік. Дана. Бұл жақсы. Келесі эмоция. Ашуланып. Ашуланып тұр ма? Не істеп тұр? Бері ашуланып тұр. Тура қайталап көрсетейікші. Бітіп болады. Ана дейін. Жақсы. Жақсы, тамаша, жарайсың, Бекарыс. Қанша уақыт болды осы домбырамен айналып жатқаныңа? Уже біз қазақпыз, жер ұйықты жайлаған, сол далада мың бір пұт мал айдаған. Біз қазақпыз, ат үстінде ойнаған, айтыскерміз, күймен тойын тойлаған. Қабақ шытса жауы жайраған, қонақ күтсе жаны жайнаған, уәдесінен таймаған, сырын жатқа жаймаған. Біз қазақпыз, бастан бағы таймаған. Біз қазақпыз, бастан бағы таймаған. Мұқағали Мақатаев: шеше, сен бақыттысың. Шеше, сен жыламаған, бақыттысың. Жай түсіп жатса дағы құламадың, Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағанын, сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасындамын, өлмеймін мен өзіндей асылданмын. Таусылып өз-өзіңмен шашылмағын, байырғы берекенді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасына, өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, шеше сен бақыттысың, тербете бер құба талдай иілген бесігінді. Стихотворение «Узник». Сижу за решеткой в этой вместе сырой,
Вскормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мной задумал одно. Ибрагим Құнанбайұлының қалың елім қазағым қайран жұртым. Қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузына тастау мұртын. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енді екіртін. Бет бергенде шырайын сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сарша сыртын. Өзімдікі дей алмай өзім алынды. Күндіз күлкін айрыл, түнде ұйқын. Аяз ата келіп тұрып бізге сәлем беріп тұр, тақпақ айтқан балаға сыйлықтарын беріп тұр. Жаңа жыл, жаңа жылға жаңа жыр. Жасыл шашам жанында тұр, барлық бала ойнап жүр. Жаңа жылға мол бақыт, жаңа жылға оң қадам. Тамаша, Арман. Қайсар елім күші бар білекте, рухы асқақ, намысы жүректе. Алашым жасасын қуатпай байрақты, айбінделім сәтті айбатты. Қазағым менің тәуелсіз елім, тілегім сенсің, жүрегімдесің. Хей-я, өмірдің әннің көңілдің бәрін, хей-я, арнаймын дедім өзімнің елім. Қазағым, қазағым, қазағым жасса менің, қазағым жасса менің, қазағым менің. Көзіме бүгін жас келіп тұр халайық, әрбір істі зердеге алып қарайық. Тәуелсіздік жолына жан пида еткен ерлерімізді есімізге алайық. Жүрмекші жүнжіп босқа түнеріп, еске алайық есімдерін білелік. Тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ, алмайықшы екі қолдан жіберіп. 20-дағы жалыңдаған жасында, қаншама жас азап шекті расында. Желтоқсанның ызғары түп кеудеден қарсы толды. Қолбен қосқан қосынға, соны ойласам ел жүрейді жүрегім. Өздері өліп қорғап қалды ұлы елін. Желбіресін көк байрағы халқымда тәуелсіздік болсын бәдігі тірегім. Ой, бәрекелді, тамаша. Сен не дайындап келдің? Мен де тәуелсіздік туралы тақпақ. Бостандығым тосқан күнім мазалдан, 20 жыл аспан кірсіз ажарлан. Сен келгенде сепілгенмін қайғыдан, сен келгенде сары мұңнан тазарғам. Ессіздерде есем кетті қаншама, кездерде өтті шындық іздеп шаршаған. Тәуелсіздік тәтті үмітім едің ғой, талай таңдар таңдайымда тамсаған. Бейуазаттық болсаң бізге баянды, аранына кетпей тұрып аярдың. Бодан болып көзілгенмін кеше мен, бүгін таңда бостан болып ояндым. Бәрекелді, тамаша. Қазір саған бірнеше ситуациялар берем. Бұны сен елестетіп, сол ситуацияға кіріп, сезініп, жалпы ол жерде сенің актерлық шеберлігің көрінетін болады. Ештеңе уайымдамай келе жатсың да, байқамай аяғыңа шеге кіріп кетті. Кетіп бара жатырмын, аяғыма шеге кірді. Не қылды бекарсыз? Аяғыма шеге кірді. Сол сияқты бастаймыз. 1, 2, 3. Кірді. Ай, кім тастады мына шегені? Не қылды? Аяғыма шеге кірді. Дала суы қар жауып отыр. Үстінде жұп-жұқа киім, адасып қалғансың. Сол кездегі момент ойнап берші бізге. Жауырап жатсың, иә? Иә, жауырап. Бірдеңе демейсің ба? Киме көп беріңіз. Аяғына шеге кіргізіп алған, яғни байқамай шегені басып кеткен. Жолда келе жатыр. Соны көрсетпе. Айбай, мынаны кім істеді, мынаны кім қойған өзі? Айбай, аяғыма шеге кіріп кетті. Суыр бол енді. Қалай суырам, бұл ауырып тұр ғой. Скорый шақыру керек, я? Звондасында телефоның бар ма? Скорый шақыр. Жоқ, телефон. Менде де жоқ та сол. Жарайды, өзім көрейін енді. Айбай, оны нерген доғыратын ау? Не істеп қойдым мен бұны доғыратында, е? Білмеймін, ұстап қойым, тиіп кетті, қатты ауырып қойдым. Мен сенің сіңлің болам, сен менің әпшем боласың. Қонақтар келе жатыр, сен күштеп дастархан дайындап болғансың. Мен оны барам да, бәрін быт-шыт жеп, быт-шытын шығарып дастарханның. Ал сен оны көресің да, не істейсің? Ұрсасың, ашуланасың. Соны біз ойнап берейікші көрермендерге, иә? Мысалы мен барам да, мынау дастархан. Енді дым қалған жоқ мына жерде. Ештеңе қалмаған. Жоқ.
сен көресің. Көрдім. Кім істеген мына жерді? Мен қанша еңбекпен істедім емес пе? Бергел. Мен іздейсің уже. Бергел. Қыз біз өзі. Мына жерді сен шаштың ба? Жоқ, мен істеген жоқпын. Мен бұны қанша еңбекпен істедім ғой. Мен істеген жоқпын деймін. Сенен басқа ешкім жоқ қой. Енді не істейміз, қонақтар да келіп қалды. Кешіріңізші. Екінші бұлай қайталама. Мен саған бір шелек қайнаған ыстық суды үстіңе шашып жіберемін ғой. Сол кезде қандай сезімде боласың, соны көрсетіп бер, иә? 2-3 минут. Сен не істедің? Байқамай қалдым, кешірші. Ол өте қатты ыстық қой. Не деген ыстық? Көзіне қарамайсың ба? Кешірші, байқамай қалдым. Ыстығын-ай, жабыс қалатын болды. Елестетіңдерші, сендер бір үйдің қыздарсыңдар. Диана әпшесі, Аймерек сіңлісі, жалпы үйде мамаларың көмектесіңдер ма? Тірлік істеуге, тамақ істеуге? Иә. Енді елестетіңдер екен, асханада әңгіме айтып, тамақ турап. Диана турай бер, сен бастап қой уже. Бастай бер, турай бер, да? Суға. Наха. Иә. Сен бірдеңе турап атсың. Аймерек қасында тұр. Иә? Сөйтіп, Диана байқамай қолын кесіп алады. Не болды? Вообще қолы кесіп қалды. Не істейін, не қылайын, не болды вообще? Не істейін, не болды? Қолым байқамай кесіп алды. Әкел, оруға көмектесші. Қайша әкел бер. Қырқып жүр. Бинтті қырып жүрсің. Былай? Иә, кішкене. Қалай? Ай, ашып кетті үстім. Не үшін шаш жердіңіз? Қолым тайып кетті. Жақсы. Елестетіңдер, екеуің ай далада қар жауып жатыр. Ызғар, суық. Сол кезде екеуің айларда қалып кеттіңдер былайша айтқанда. Не автобус жүрмейді, не машина жүрмейді. Үстінде жұқа киім. Сол кезде мысалы қандай сезімде боласыңдар? Менің түрім әбіржігендей болып тұр. Грустный сияқты. Иә, жараймыз. Жаурап тұрасыңдар, иә? Не істейміз енді? Суықта қалып кеттік қой. Білмеймін мен. Бұл жерде септес самайды. Қалай қайтамыз үйге? Білмеймін, мен жолды білмеймін. Қатты жаураймыз, қаламыз деп. Жоқ, жай жарты жол болсын да жүре берейік. Жол табып бақсыз. Адасып қалатын шығармыз, мүмкін. Қарнымыз ашып кетті. Қарнымыз ашып кетті. Не істейміз енді? Онда жүр, тамақ іздейік. Таппаймыз ғой біздің тамағымызды. Не істейміз енді? Жолдан ауыл болсын көрінетін шығар. Мақы жүріп кеттік, барайық. Жолда келе жатсың, байқамай аяғыңа шеге кіріп кетті. Аяғым шеге кіріп кетті. Не болды, Арман? Аяғыма шеге кіріп кетті, қатты ауырып жатыр. Аяғым. Шашқан жерлерін жинамайсың. Аяғым. Саған ыстық қайнаған бір шелек суды үстіңе шашып жүреді. Отырған жерінде. Ай, ыстығын-ай. Арман үстіме су шашып жүрді, ыстық су. Қалдың ба енді? Иә. Арман, сен неге олай істейсің? Мені әдейі істеген жоқ. Екеуің болмайтын нәрсеге ұрысып қалдыңдар дейік. Иә? Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін шеше алмай жатсыңдар. Былайша айтқанда, екеуің ұрысып жатсыңдар. Онша қаталасың. Иә, апалы сіңлісіңдер, бірақ болмайтын нәрсеге бола ұрысып қалдыңдар. Шешімін таба алмайсыңдар. Ақырында біреуің ұтылып, кешірім сұрайтын сияқты қылып ойнап берсеңдер. Бола ма? Кеттік.
Ол менікі, бер маған. Жоқ, менікі, сенікі басқа тұғын. Жоқ, ол жоғалып қалған. Сенікі, ал менікі осы. Мақұл бопты, ала бер, оны маған керек емес. Жарайды, алам онда. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр. Хаташып? Хаташып шатасып отыр. Доптеп, дөптеп. Доптеп, доптеп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Түсінбедім. Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, күрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа. Қандай ақ қақпаққа көк Қақпақ, көк қақпаққа, көк қақпаққа ақ қақпақ. То есть. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Доптеп, дөптеп. Доптеп, дөптеп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Тамаша. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Жақсы. Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары, Шашаның да жасы 8-де. Шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Тамаша. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, ашып отырып шатасып отыр. Доптеп, дөптеп. Доптеп, дөптеп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Тамаша. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Сараның шашы сары, жасы 8. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Жарайды. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сұр інген бе? Сүрінген, сүрінген бе, сұр інген, сүрінген бе? Жарайды. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпақ, көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып отыр, шатасып отыр. Тамаша. Доптеп, дөптеп. Доптеп, дөптеп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Тамаша. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Айберек, дайынсың ба? Шеше, неше кесе сында кеше? Шеше, кеше сында кеше. Жарайды. Келесі Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Кларалар. Доптеп, дөптеп. Доптеп, Дөптеп. дөптеп. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. 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 Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сұр інген бе? Сүрінген, бе, сүрінген, сұр інген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Келесі. Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары, Шашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Шашаның да жасы 8-де. Бәрекелді, тамаша. Басынан, хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хакім хаташып отыр, хаташып адасып отыр, шатасып отыр. Шеше, неше кесе сынды кеше? Шеше, неше кесе сынды кеше? Тамаша. Ал Арманға ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк қақпаққа көк қақпақ. Құрметті анашым, мен сізді жақсы көремін. Рахмет осы кастингті алып келгеніңізге.
Менің осындай дәу ақылды қылып өсіргеніңізге рахмет. Мама, мен сізді қатты жақсы көрем. Сіз мені осы дүниеге алып келгеніңізге өте қатты алғысымды білдіргім келеді. Папа, сізге де рахмет, бізді өсіріп өндіргеніңізге. Анашым, әкешім, сіздерді өте қатты жақсы көремін. Ана, осы дүниеге әкелгеніңізге мұнда бір алғыс. Әке, осы бізді асырап отырғаныңызға үлкен рахмет айтамын. Сіздерге алғысым шексіз. Анам мен әкемді қатты жақсы көремін. Анам ұйқысын 4 бөлген. Анама рахмет. Әкем бізді осы күнге дейін қарап әкеген. Әкеме рахмет. Анашым, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Менің осындай дәреже жеткеніме сіз себепкерсіз. Анамды, әкемді жақсы көремін. Мен анам мектепке азанда ерте тұрып кетіп, мен сабаққа баратын кезінде келіп, маған шай дайындап мектепке жібереді. Анашым, әкешім, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Папа, мама, мен сіздерді жақсы көремін. Сіздерге көп рахмет. Осы сайысқа қатысуға рұқсат беріңіздеріңіз үшін. Папа, мама, сіздерге көп рахмет. Бізді дүниеге әкелгендеріңіз үшін, бізге қамқор болғандарыңыз үшін. Осы сайысқа бізді әкелгендеріңіз үшін, осы күнге біз жеткізгендеріңіз үшін көп рахмет. Ата-анам, мен сіздерді өте қатты жақсы көремін, жүрегімнен де қатты. Осы күнге әлпештеп, аялап, әкелік, аналық мейірімдеріңіз білген үшін, тәрбиелеріңіз берген үшін мыңда рахмет. Ең біріншіден бұл Алланың арқасы, одан кейін сіздердің арқаларыңыз. Құрметті көрермендер, егер де сізде балаңыздар солай сұхбат берген қаласаңыз, біздің Жұлдыздар Академиясы сіздің балаңызды жұлдыз қыламыз деген ойда кастинг жариялап отыр. Бізге келіңіздер, біз сырттан есік ашып, сіздерге кедергі жасаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.